Соңғы жылдары жер бетіндегі климат айтарлықтай өзгеруде. Кейбір елдер аптап ыстықтан, ал басқалары өздеріне тән емес тым қатал және қарлы қыстан зардап шегеді. Экологтар жаһандық климаттың өзгеруі туралы айтады. Оның ішінде мұздықтардың еруіне және мұхиттардың көтерілуіне әкелетін орташа жылдық температураның жоғарылауы. Жылынудан басқа барлық табиғи жүйелердің теңгерімсіздігі де байқалады. Бұл жауын-шашын режимінің өзгеруіне, температураның ауытқуларына және дауыл, су тасқыны және құрғақшылық сияқты экстремалды құбылыстардың көбеюіне әкеледі. Егер мемлекеттер қоршаған ортаны қорғау мәселесімен шындап айналыспаса және жасыл экономикаға көшуді жүзеге асырмаса, 2100 жылға қарай планетадағы температура 3-7 градустан 4-8 градусқа көтерілуі мүмкін. Қазіргі уақытта елдердің жасыл экономикаға көшу үрдісі бүкіл әлемде жүріп жатыр. Қазақстан да бұдан шет қалмады. 2017 жылы Қазақстан өз аумағында Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізді. Оның негізгі тақырыбы болашақ энергиясы болды. Бұл әлемдік деңгейдегі жаһандық оқиға. Ел ішінде бүкіл мемлекет ауқымында Астанадан бастап шет аймақтарға дейін жасыл технологияларды дамытудың бастапқы нүктесі болды. Шілде айында Қазақстанда жаңа экологиялық кодекс күшіне енеді. Оған президент 2021 жылғы 2 қаңтарда қол қойды. Құжаттың негізгі хабары ластаушы төлейді, яғни ластанудың алдын алады және жағдайды бақылайды. Сондай-ақ қоршаған ортаға келтірілген залалды қалпына келтіру жауапкершілігі кәсіпорынға бекітілген. Экологиялық кодексте кәсіпорындарды ең жақсы қолжетімді технологияларды енгізе отырып, қауырсын санатындағы объектілердің кешенді экологиялық рұқсаттарына көшіру ұсынылады. Бірақ бұл туралы сәл кейінірек. Айта кету керек, 2018 жылы Экспо инфрақұрылымы базасында халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы құрылды. Оның негізгі міндеттері жасыл бастамаларды сүйемелдеу және іске асыру болды. Орталық аз да болса мемлекеттің экологиялық саясатын жүзеге асыру функциясын өз мойнына алды. Халықаралық орталықтың миссиясы экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, онымен бірге халықтың өмір сүру сапасы туралы, ал қоршаған ортаға теріс әсері керісінше төмендеу үшін жасыл технологияларды ілгерілету және бизнесті қолдау. Жұмыс форматы осы миссияға сәйкес құрылған. Мемлекет пен қоғамның синергиясы ғана Қазақстан аумағында жасыл өсуге қол жеткізуде ғана емес, осы тәжірибені одан әрі бүкіл орталық Азия өңіріне таратуда барлық жағынан талап етілетін тиімді нәтижеге жасауға қабілетті. Сонымен халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы қызметтің қандай бірінші кезектегі бағыттарын анықтады. Бірінші бағыт озық қолжетімді технологиялар, яғни өнеркәсіпте ең озық қолжетімді технологияларды енгізу тетігі. Ең жақсы деп кәсіпорындарда енгізу үшін олардың өндірістерінің экологиялық нормаларға сәйкестігі үшін іс жүзінде жарамды неғұрлым тиімді және алдыңғы қатарлы жасыл инновациялар жүргізіледі. Бұл шығарындылардың барлық түрлерінің, соның ішінде жылыжайдың қоршаған ортаға әсері және өнеркәсіптік жабдықтардың қарапайым тозуы туралы. Экологиялық кодекске 2021 жылы тиісті түзетулер енгізілді. Ең озық қолжетімді технологияларды енгізу талаптарды қатаңдатудың кезеңдік процесі. Олардың бірі мысалы энергия және ресурс тиімділігі. Кәсіпорындар дайын өнімнің бірдей мөлшерін сақтай отырып, тіпті қалдықтар көлемінің тұрақты төмендеуімен де шикізатты аз тұтынуға міндеттенеді. Өндірісті мұндай оңтайландыру тек экологиялық мәселелерді шешіп қана қоймайды, сонымен бірге айқын экономикалық нәтиже береді. Өйткені озық қолжетімді технологиялар енгізу процесі ұзақ уақыттан бері экологиялық қызметпен ғана байланысты емес, өнеркәсіптік саясатты тиімді дамыту құралы болып табылады. Екінші бағыт цифрлық трансформация. Процестерді оңтайландыру және бизнеске де жасыл технологияларды жеткізушілерге де қолайлы жағдай жасау үшін жаңа технологияларды енгізу және дамыту. Экологиялық биг дата қалыптастыру. Шын мәнінде бұл қоршаған орта үшін тәуекелдерді анықтау және оларды азайту жөніндегі іс-шараларды жедел ұйымдастыру бойынша мониторинг есептілігі жүйесі. Халықаралық жасыл технологиялар орталығында қазірдің өзінде экологиялық деректердің ашықтығы бойынша цифрлық құралдар бар. Бұл Қазақстанда заңнамалық түрде жазылған. Бұл еліміздің жасыл технологияларға көшуінің объективті процесін көрнекі түрде қадағалауға мүмкіндік береді. Үшінші бағыт парниктік газдардың шығарылуын бақылау. Халықаралық жасыл технологиялар орталығы парниктік газдарды есепке алу жөніндегі арнайы тізілімнің операторы болып табылады. Орталық есептілікті және шығарындыларды басқару бойынша қондырғы операторларының бағдарламаларын қадағалайды. Бірақ бұл бәрі де емес. Халықаралық жасыл технологиялар орталығы парниктік газдардың зиянды шығарындыларымен сауда жүйесін қатаңдатуға қол жеткізді және жалпы қабылданған әлемдік стандарттарға сәйкес сол шығарындыларға квоталарды бөлу кезінде төлем тетігін енгізді.
Төртінші бағыт инвестициялар тарту. Халықаралық жасыл технологиялар орталығы жоғарыда айтып өткенімізде елімізде жасыл бизнесті дамыту және жасыл қаржыландыруды тартудың жаңа және озық тетіктерін құру үшін Қазақстанның қолайлы инвестициялық климатын белсенді пайдаланады. Инвестиция құю үшін Қазақстан экономикасының ең тартымды секторларының үштігіне энергетика, ауыл және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жатады. Экономиканы жасыл жолмен қайта форматтау негізінен инвестициялар тартпай мүмкін емес. Сондықтан халықаралық жасыл технологиялар орталығы жұмысындағы бұл бағыт басқаларға қарағанда маңызды емес. Орталық шетелдік инвестициялық қорлардың, сондай-ақ ұлттық қаржы институттарының сұраныстарына сәйкес болу үшін жобаларды сараптау бойынша жұмыс істейді. Бесінші бағыт негізгі мақсаты 21 ғасырдың ортасына қарай әлемнің барлық елдерінің энергетикалық және өзге де табиғи ресурстарды тұтынуының оңтайлы деңгейіне қол жеткізу болып табылатын жасыл көпір әріптестік бағдарламасы. Қазақстан оның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев атынан осы жаһандық жобаның авторы болып табылады. Оның хартиясына әлемнің 16 елі қол қойды. Елбасы бұдан 10 жыл бұрын жасыл технологиялармен еркін алмасу сөзсіз болатын алдын ала болжаған болатын. Өйткені климаттың өзгеру проблемасы бәрінде бар мәселе. Экономиканы жасыл рельстерге ауыстыру ауқымды міндет, сондықтан технологиялар трансферінсіз елге шыға алмайсың. Назарбаев дамыған мемлекеттер өз инновацияларын бұған қаражаты жоқ дамушы елдерге бекер бергісі келмейтінін де түсінді. Бұл мәселені шешу үшін жасыл көпір құрылды. Ол технология үшін төлем ретінде жасыл инвестицияларға жеңілдіктер ұсынады. Дәл осындай тәсіл экономикаға да, экологияға да, әлеуметтік салаға да әсер етуі мүмкін. Ол баршаға арналған жасыл көпір деген қарапайым әрі түсінікті қағиданы басшылыққа ала отырып жасалған. Бүгінгі таңда Қазақстан және ол жалғыз емес, тұтастай алғанда экономиканы әртараптандыруда, атап айтқанда энергия жүйесінде де қиындықтарды бастан кешуде. Сондықтан біздің елімізде жасыл өсудің инклюзивті тұжырымдамасы өте маңызды. Бұл жаңғыртылатын энергетика, жасыл құрылыс, экологиялық таза көлік, қалдықтарды басқару, тиімді ауыл шаруашылығы, су ресурстарын ұтымды пайдалану және тағы да басқа сияқты барлық нәрсеге қатысты. Бұл біздің ел ішіндегі проблемаларымыз. Оларды біз енді ғана шешудеміз. Климаттың өзгеруінің теріс салдары сияқты ғаламдық жағдайларда бар. Олар мұнда және қазір шешім қабылдауды талап етеді. Әлемнің қалған елдері еркін немесе еріксіз баяу болса да, бірақ сөзсіз жасылға айналғанша Қазақстан шетте қала алмайды.